Саусақтарыңызды аямай лайк басып тастаңыздар. Лентаға көбірек шығып, жаңағы тұруға жақсы. 1 мартта советскийлер тойлайды екен деп, Совет одағында әйелдерді керемет құрметтейді екен. Ойбай, орыс пен қазақ Совет одағы әйелдерді құрметтейді екен. Айбай, араб деген басына орап тастайды екен, бүйтіп көзін жылтырап дегенмен, дәл қазіргі арабта мен енді идеал деп айтпаймын, ол арабыңда білесіздер ғой қалай. Бірақ Дубай, Катар сияқты арабтың қатындары жаңа басына бүйтіп қап-қара киіп алып көзін жылтыратқан қатындар, ана бір арабтың 4 қатыны көздері ғана жылтырап тұр, үстінде ештеңе бүйтіп селфи жасайды. Кейде ойлайсың да, бірін-бірі қайтып таниды, тек көздері ғана түсіп тұр да, бүйтіп қалған жердің бәрі жақ. Сөйтіп, өйтіп мазақтайсың неше тұр. Бірақ сол қатындар мынау орыс пен қазақтың қатындарынан бақытты. Неге? Бірінші, олар миллионер. Неге? Олардың еркектері жаңағы өз мемлекетті дұрыстады. Анау мұнайдан түскен табыстан әрине патшалары, әмірлері ең көп алады, бірақ халқының бәріне туған баласына бірденке $100,000 автомат есеп шотына түседі. Ана сенің назарыңда жаңағы, сен ана қарның буылтық шығып кеткеніне қарамай кіндігіңді көрсететін көйлек киіп алып, жарасты ма, жараспады ма, өзің мойын жоқ бір тиған семіздігіне қарамай, өзіңше модный, современный болып, өзіңше ана арабтың қатындарына қарағанда бақытты болып, давай 8 март, 8 март дей ма, 8 март дей ма, давай деп арақ ішіп соны әйелдің оқуға екен деп жүргенде, ана сенің назарыңдағы бақытсыз дейтін арабтың қатыны қолына $1,000,000 бриллиант саусағына тағып, үстіне бәленбай $100,000 шубасын жай күніне ауыстырып, ана үстіне киген киімдер әлемнің ең бренд киімдерін киіп, қаласа Францияға ұшып барып, қаласа Америкаға ұшып келіп, ақшаның, мұнайдың көптігінен өмір сүріп жатыр. Және ол, ойбай, оның бәрі шейхтар деме, ең сорлы, анау Араб Біріккен Әмірлігінің, Катардың, анау ең сорлы картаға түспейтін, тас жол салынбаған жердегі ауылындағы жаман түйеші арабтың қатыны миллионер болып өмір сүреді. Анау сасық түйешінің, анау ешкі бағатын, ана шегіртке жейтін, сенің сол арабтың қатыны бақытты өмір сүреді. Ол кем дегенде байынан таяқ жемейді, себебі оның байы ішпейді. Ол көп адамдар ойлайды, мынау арабтар ойбай қатыны құл болып жатыр деп. Енді ол ана быт-шыт болып әлі соғысып жатқан арабтар болса білмеймін, мана бай арабтарың деген, анау кез келген бай арабтармен мынау Америкада таныстық, Вашингтонда талай жиналыста болды. Сон сіз қайда оқыдыңыз десе, мен Кембриджді тауыстым, сіз ше, мен Оксфордты тауыстым, мен Харвардты тауыстым дейді. Қасында жаңағы оранып алған қатындары бар. Сосын енді сізбен сөйлесуге бола ма десе, болады енді, мен бармын ғой дейді. Ал енді бұл кісі болды оқып қойған ғой, сол оранып жүр. Ол да Харвардты, Кембриджді оқып қойған. Сіздер ақыл оқыдыңыздар ма? Мемлекет келіскен, жылына осындай бәлен бала оқиды, мемлекет төлейді, біз оқыдық. Ол сіздерді әйелдерді оқытады екен ғой десек, кім айтты бізді әйелді оқытпайды деп дейді. Ал біздің жаңағы 8 март тойлайтын, 8 март тойлайтын, қолында жаңағы 5.000 теңгелік гүл ұстап, аяғына 2.000 теңгелік су өтіп кететін, қар өтіп кететін, жаңағы жасанды аяқ тері, аяқ киім, биік өкше киіп алған біздің бейшара қыздар, ана қарда Алматының көшесінде қарды басып, табанынан су өтіп, бірақ қолында жігіттер сыйлаған 5.000 теңгелік гүлі бар қыздар. Харвардтың не екенін біле ма? Оксфордтың не екенін біле ма? Харвард деп айтып көріңдерші, тілдерін келе ме екен? Гарвард, орыстар Гарвард дейді. Келмейді. Жаңағы анау бір тал жүзігі, бір тал алқасы, $1 миллион болатын бриллианттардың аты түгіл оның дизайнер бренді білмейсіңдер. Бірақ ана арабтарды мазақтап қоясыңдар да. Арабтар оранып аптадық па? Оранып дейді ол оранып алған, ол өзінің дәстүрі ол. Бірақ ол адам құсап өмір сүріп тұр да, оның баласына төлем бар. Оның баласына байы әкелік махаббатын береді. Оның баласы дүниедің ең мықты жерінде оқиды. Мемлекеттің мұнайының байлығының қызығын көріп тұр да. Ана 4 қатынын ертіп алып жаңағы, Хабиби, Сабиби, жаңағы, Сакара, Макара, келіңдер деп 4 қатын ертіп алып, жаңағы атағаз құсап, айтағында бар 4 қатынымен ертіп алып, міне жүрдан. Ал сен жүрсің жаңағы, сиыр сауып, анау бір
дүнгеннің ба сарттың ба біреудің дүкенінде дірдектеп жаңағы тауарын сатып асханасында дірдектеп белің сынып кеткенше ыдыс аяғын жуып жынды болып жүрсің да сенің табаныңның асты мұнай мен газ аяң аспаныңнан бас бүкіл байлық бірақ қайыршы болып жүрсің да сонымен ара тұра осимай бар келіп осы жаңағы ана жігітте мына жігітте бір уыс гүл сыйлап содан бақытты сезініп телевизорды ашып қалсаң көрдің бе ана арабтың қатындары оранып алған арабтың қатындары оранып тұр олар бақытсыз сен деген бақыттысың міне гүл алып тұр еркектің бәрі жаным күнім деп тұр дейді соны өзіңді бақытты сезініп жаңағы ана қайыршылығыңды жоқшылығыңды кредитіңді жаңа ұмытып байың жылына бір рет бір уыс шөп сыйласа бақытты болып арабтарға қарағанда бақыттымын тәуба ауғанның қатындарына қарағанда бақыттымын тәуба шүкір енді өстіп қайыршы болып жүре берейінші сиырымды сауа берейін дүнгеннің сарттың дүкенінде сатушы болып белім сынғанша сатушы болып берейін мына 1000 теңгелік 2000 теңгелік арзан су өтіп кететін матадан жасаған іші мата сыртын краскілеп қойған жалған етік киіп алып қаздаңдап былай сыртынан қарасаң рахат бірақ бұтыңнан бұт қалмай сөйтіп тоң дірілдеп жүре берейін дейсің да соны 8 мартта давай денсаулық үшін махаббат желаю вам любовь счастье не дейді мен орысша бір-екі тост жаттап алып едім қаяқта желаю вам любовь дей ма құдай төбе тілде келмей қалыпты ғой счастье дей ма счастье бірдеңені айтушы еді ғой сөйтіп арақты ішіп аласың соны бір кезде қарасаң қасыңда кеше өзі 8 мартты жаңағы бытшытбаймен тойлап жатқан сияқты едің бытшытбайға ұқсамайтын біреу жатыр қасыңда содан ойбай не болып қалды деп ей бытшытбай десең ей жындысың ба мен бытшытбай емеспін сен не кеше бытшытбаймен тойладың ба дейді жоқ енді ей кеше сенің 8 мартыңды мен тойлап сіздің атыңыз кім еді танысайық қарындас менің атым Тасталқан деп сонымен Тасталқан бытшытбаймен 8 март тойлап Тасталқанның қасынан тұрып таңертең 9 мартта бас жазып содан Тасталқан кетеді жындысың ба сен кімсің енді кеше құттықтадық сыйладық енді давай жақсы аман бол енді ойбай енді Тасталқан енді мен алам деп едің ғой кеше деп сонымен жүретін міне Советский 8 март аналарды сыйлау керек бірақ жер бетінде аналарды сыйламайтын бір қауым бар ма екен оңай омыртқасын үзіп қойды Жапонға қарасаң ол шешесін деген енді тура Жапон деген ата анасына жаңа құрметті олар құлшылықтың біріншісі деп біледі Корейге қарасаң Корей деген әке шешесі отырғызып қойып бас ұрады былай бас ұрады азиялық халықтар өзіміз сияқты беті жалпақ көзі сығырайған азиялықтар тек бойынша айтқанда монголоидтық текке жатады отырғызып қойып олар деген әке шешесіне бүйтіп тіпті тіке қарай алмайды оларда мына ата-анаға сый деген енді солай ата-анаға деген құрмет солай енді қазақ ежелден жаңағы ата-ананы сыйлауда ол біздің көшпенді халықтың әйелге деген құрметі ол таңғажайып ол ежелден жаңағы бізде оның құрылымы қалыптасып қойған